Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Егер де менің видеомды алғаш рет көріп тұрған болсаңыз, онда каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыз, себебі алдағы уақыттарда да пайдалы видеолар салатын боламын. Ал бүгінгі видеода осындай әдемі құдаларға арналған төс белгіні жасаймыз. Қараңыздар, қандай әдемі. Арт жағында мынандай брошкаларға арналған түйрегіш, киімге тағуға өте ыңғайлы. Ал ендеше видеоны соңына дейін көріп, осындай төс белгіні жасауды үйреніп алыңыздар. Ол үшін бізге филигран керек болады. Менде домалақ түрі, диаметрі 7 см, малт-жарым 7 см. Құда деген шаблонымыздың өзі қағазда жасалған. Міне қиып дайындап қойдым. Фетрдің кішкене ғана қиындысы. Көріп тұрғандарыңыздай 2 тесік тесіп алғам. Бұл жерден мына брошкамызды өткіземіз. Былай брошкамызды өткіземіз. Әдемілеу үшін бізге полубусинка, лента және де үкі керек болады. Ыстық клей лентаны кесу үшін қайшымыз керек. Ендеше бастаймыз. Алдымен на филигранға біз осындай жаңағы дайындап алған түйрегішімізді жабыстырамыз. Арт жағын мен сәл былай жоғары жабыстырамын. Егер тура ортаға жабыстыратын болсаңыздар, мынаны таққан кезде бүйтіп төс белгі алдағы қарай салбырап құлап тұрады. Сондықтан да сәл жоғары қарай жабыстырсаңыздар, осылайынан. Жабыстырып алдық. Енді қыздар артына түйрегішті жабыстырмас бұрын, көріп тұрғандарыңыздай мен бірінші жасағанымда арт жағына үкіні жабыстырып алғам. Маған тура осылайынан арт жағынан жабыстырған ұнайды. Үкіні алды жағына қойсаңыздар да болады, яғни қағаздың астынан жабыстырып жібересіздер. Мен мына фетрдің астына жабыстырам. Сондықтан да қазір кішкене жоғары жағынан фетрімді ашып алдым. Осы жерге қазір үкімді жабыстырам. Қалауларыңызға байланысты арт жағынан да немесе алды жағынан да үкіні қойсаңыздар болады. Осылайынан қазір үкімді жабыстырып аламын. Болды, үкімізді жабыстырып алдық. Осылай. Енді алдына қағаз шаблонымызды жабыстырамыз. Клейді шет жағына қатты шығармаңыздар. Себебі жабыстырған кезде қағаздың шетінен клей шығып көрініп қалуы мүмкін. Тура мынаның ортасына жабыстырамыз. Жабыстырып алдық. Келесі кезекте лентамызды. Так, лентаны мен былайынан ұстаймын. Оң жағын теріс қаратып, сосын бір ұшын былайынан. Осылай. Осылай алып келемін да, одан кейін мына арасынан екінші шетін бетіп шығарып алам. Осылай байлап алам. Шетіне қарай ұстасаңыздар. Шетіне қарай. Ұстап. Мына арасынан екінші шаблон, немізді, бантикіміздің екінші жағын шығарып аламыз.
сосын екі бас бармаққа ұстап тұрып бүйтіп тартсаңыздар көрдіңіздер ғой, бантик болып тұр. Осылай жабыстырып аламыз. Полубусинкаларды бантигінің екі шетіне осылай әдемілеп жабыстырып қойсаңыздар болады. Міне біздің құдалар деген төсбелгіміз дайын. Міндетті түрде мына төмен жақтарын зажигалкамен немесе сіріңкемен күйдіріп жіберіңіздер. Лента осылайдан шашақталып кетеді. Қараңыздар, қандай әдемі болды. Видео ұнаған болса, онда лайк басып, пікір қалдырып мені қолдап қойыңыздар. Себебі сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Маған мотивация береді сіздердің қолдауларыңыз. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңіздің барлығын мен оқимын. Және де менің Шебер Гүлназ деген инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақыттарда да осындай пайдалы видеолар салып отыратын боламын. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.